24 наурызға арналған жолда жорамал. Тоқты, бүгінгі күн ашық әңгімелесулер үшін қолайлы. Қандай сұрақты талқылағыңыз келетіні маңызды емес. Ең бастысы, сізді таңдап, сізге қолдау көрсетуге дайын адамдар табылады. Кейбір тоқтылардың бұрынғы қателіктерін түзететін мүмкіндіктері болады. Бұл мүмкіндіктерді тоқтылардың құр жібермесі анық. Күннің екінші жартысы оқуға, білім толықтыруға қолайлы. Сіз өзіңізге қажет болатын нәрселердің барлығын есіңізде жақсы сақтап қаласыз. Сіздің жақсы идеяларыңыз да пайда болады. Алайда бұл идеялармен басқалармен бөлісуге әлі ертерек. Алдымен өзіңіз барлығын жақсылап ойланып алыңыз. Әйтпесе, сізді басталмай жатып ақ сұрақтардың астына алып, кеңестер беріп, сын айтып шатастыруы мүмкін. Торпақ, тыныш күн. Бүгінгі күні торпақтарды ерекше оқиғалар мен үлкен жетістіктер күтпегенімен, сенбі күндегі уақытты жақсы өткізуге зор мүмкіндік бар. Ескі достарыңыз аяқ астынан хабарласып, олармен жайлы әңгімелесудің сәті түсуі мүмкін. Олардың тарапынан қызықты ұсыныс түсіп, ауқымды жобаға шақырту алуыңызға ғажап емес. Әзірге бұл тек жай ғана ұсыныс. Ал барлық ақпараттарды жинақтап, саралап, мән-жайдың нақтылығын зерттеуге сіздің уақытыңыз бар. Күннің екінші жартысында сәтті сауда жасауға мүмкіндік болады. Сонымен қатар үйіңізге қажетті болатын затты таңдай аласыз. Интуицияңыз сізді ұзақ уақыт бойы қуантатын заттың не екенін еш қателеспестен білдіреді. Егіздер, өзіңіз жақсы әсер қалдырғыңыз келетін адамдармен сөйлесуге қолайлы күн. Интуицияңыз айналаңыздағыларға сізден не керек және барлығының көңілінен шығатын қандай шешімдерді қабылдауға болатынын еш қателеспестен білдіретін болады. Сонымен қатар өзіңіздің дипломатиялық қабілетіңізді ұрысып қалған адамдарды татуластыру үшін қолдануыңызға тура келеді. Бүгінгі күні сәтті сауданың да болуы әбден мүмкін. Бүгін сіз ерекше сәнді заттарға көңіл аударасыз. Бұл өзіңізді де жақындарыңызда да ұзақ уақыт қуантатын болады. Ал ақылыңыздың арқасында артық ақшаны ауаға шашпайсыз. Шаян, барынша төзімді бола білуіңіз керек. Бүгінгі күні өзіңіз көптеген армандаған нәрсеге және сәттіліктерге жылдам қол жеткізуіңіз екіталай. Барлық нәрсе өте баяу жүреді. Бұған қарсы сіз ештеңе жасай алмайсыз. Тіпті айналаңыздағы адамдар өздерін сіз күткендей емес, біртүрлі түсініксіз ұстауы мүмкін. Кейбір нәрселерге қарап тіпті жаға ұстауыңыз да ғажап емес. Үйіңіздегі көп жұмыстар мен шаруалар пайда болады, бірақ та сіз бұған шағымданбайсыз. Пайдалы бір іспен айналысқаныңыз дұрыс болмақ. Бүгінгі күні кішігірім ақша түсуі мүмкін. Кейбір адамдар ескі қарыздарын қайтарады. Күннің екінші жартысы болашаққа қатысты жоспар құруға әбден қолайлы болмақ. Бұл уақытта сізге көптеген нәрселер айқын әрі түсінікті бола түседі. Арыстан, сақ болыңыз. Бүгінгі күн жаман күн емес, алайда тәуекелді шаруалар үшін мүлдем қолайсыз. Сонымен қатар күдікті шараларға да қатысудан аулақ болуға кеңес береміз. Одан да үйреншікті әдістермен әрекет етіп, дәстүр мен ортақ қабылданған ережелерді бұзбағаныңыз жөн. Айналаңыздағыларды өзіңіздің тым батыл әрі оғаш идеяларыңыз және әрекеттеріңізбен таңғалдыруға тырыспаңыз. Достарыңызбен сөйлесу сізге жақсы әсер қалдырады. Олар сіздің көңіліңізді көтеріп, уақытыңызды көңілді өткізуге көмектесіп, шабыттандыратын болады. Күннің екінші жартысында өзіңізге алдағы уақытта пайдасын тигізетін жаңа нәрселерді үйренуге мүмкіндік болады. Сіз көптеген ақпараттарды жақсы есте сақтап, дұрыс қорытындылар жасайсыз. Бикеш, асықпаңыз. Бүгінгі күні қойған мақсаттарыңызға жылдам қол жеткізу мүмкін емес. Алдыңыздан кедергілер шығып қалуы мүмкін. Уақыт өте келе, бұл кедергілерді де еңсере аласыз. Өзгелердің тәжірибелеріне сүйене отырып әрекет ету пайдасы болады. Сондықтан да өзіңіздің жеке әдістеріңізді іздестіргеніңіз жөн. Кейбір бикештерді жақсы таныстары қолдайды. Олардың көмегінің сізге көп пайдасы тиеді. Бүгінгі күні сонымен қатар ескі қарым-қатынастарды қайта қалпына келтіріп, өзіңіз сағынып жүрген адамдармен хабарласуыңызға болады. Тіпті тым ұзақ уақыт бойы араласпаған адамдармен ортақ тіл табудың да өзі жеңіл болады. Таразы, күннің бірінші жартысына маңызды ештеңені жоспарламағаныңыз жөн. Бұл уақыт шешімді әрекет етуге мүлдем қолайсыз. Сәттіліктерге де қол жеткізу екіталай.
Бұл тіпті бұрындары сіз жақсы атқарып жүрген шаруаларға да қатысты болмақ. Кей жағдайда бастаған ісіңізді аяғына дейін жеткізуге табандылығыңыз жетпей жатады. Кейіннен кез келген пайдалы нәрсені жасауға болатын қолайлы уақыт келеді. Көмекшілер мен жақтастарыңызды да табу оңай болмақ. Олармен бірігіп бұрындары жоспарланған нәрсеңізді жүзеге асыруға да мүмкіндік бар. Сіз мүлдем болашағы жоқ немесе жүзеге аспайды деген жобаңызда алға жылжулар байқалып таңғалуыңыз мүмкін. Саршаян, сіз маңызды шаруаларыңызды кейінге қалдырмай, шаруаларыңызға бар назарды бұрып, ойыңызды қажетсіз нәрселерге бөлуден аулақ бола білсеңіз, бүгінгі күн сәтті өтеді. Қазіргі уақытта сіз атқару керек маңызды шаруаларыңызды атқарып, маңызды еместерін кейінге қалдырып, бар қабілетіңізді қолдана отырып әрекет етуіңіз керек. Бүгінгі күні сіз айналысатын барлық шаруалар жағымды әрі көңілді бола бермейді. Алайда тер төгіп еңбектенуіңіз керек. Сізді қызықты ойларға жетелеп, бұрындары қойған мақсаттарыңызға жеткізетін тура жолды табуға көмектесетін сәйкестіктердің де орын алуы ғажап емес. Шын өмірде болсын, әлеуметтік желілерде болсын, сізбен ойы бір жерден шығатын адамдармен танысуға мүмкіндік болады. Мерген, болмашы нәрселерге бола жүйкеңізді жұқартып күйіп піспеңіз. Қиындықтардың да болары сөзсіз. Олар жиесіз күтпеген жағдайларда орын алып жатады. Айналаңыздағылармен сөзге келіп қалуыңыз да мүмкін. Олармен серіктестік немесе ортақ бірігіп атқаратын жұмыстар жөнінде келісу сіз ойлағаннан да күрделі болмақ. Алайда уақыт өткен сайын жағымды өзгерістердің күші ұлғая түседі және күннің соңына қарай сәттіліктерге қол жеткізе аласыз. Шығармашылық потенциалыңыз өсіп, көптеген жаңа идеяларыңыз пайда болады. Мүмкін олар бір қарағанда сіз үшін аса жақсы болып көрінбеуі мүмкін. Сонда да жақсылап ойланып көруге кеңес береміз. Тауешкі, бұл күн жағымды болмақ, себебі бүгінгі күні орын алатын оқиғалар өміріңіздегі жақсы өзгерістердің басталуына ықпал етеді. Сіздің алдыңызда ашылатын барлық мүмкіндіктерді дұрыс қолданып құр жібермеуге тырысыңыз. Егер сіз абдырап қалмайтын болсаңыз, өзіңіз күткеннен де үлкен жетістіктерге қол жеткізесіз. Жақын адамдарыңызбен көп уақытыңызды өткізгеніңіз жөн. Бұл арадағы қатынастарды жақсартып, олармен сөйлесуді жағымдырақ етеді. Бүгінгі күні сәтті сауда мен келісімдердің де болуы әбден мүмкін. Ақшаға қатысты жерлерде сіз тәуекел етпей, дұрыс шешімдер қабылдайсыз. Кейбір белгі өкілдеріне ескі қарыздарын қайтарып береді. Суқойғыш, бүгінгі күн сіздің жоспарларыңызға әсер етіп, әрі қарай қалай әрекет ету керектігін түсінуге көмектесетін маңызды ақпараттар келмек. Сіз өте мұқиятсыз және ештеңені де көзден таса жібермей, қорытындыларды жасауда асықпайсыз. Осының арқасында қателіктерден аулақ болып, күрделі шаруаларды жақсы атқарып шыға аласыз. Айналаңыздағыларға сіздің жауапкершілігіңіз бен парасаттылығыңыз ұнайды. Олардың арасында сіз жайында көбірек білгісі келетіндер де болуы мүмкін. Күннің екінші жартысы сауда жасауға қолайлы болмақ. Сізді ұзақ уақыт бойы қуантатын затты сатып алуға мүмкіндік бар. Балықтар, сізді ешкімнің де адастыруына жол бермеңіз. Сол себепті барлық ақпараттарды жіті тексеріп алғаныңыз жөн. Сонымен қатар өсекшілерден, әңгіме теріп жүретіндерден аулақ болыңыз. Бұндай адамдардың аузында қақпақ болмайтынын естен шығармаңыз. Сонысының кесірінен олар байқамай сізге залалын тигізуі мүмкін. Күннің бірінші жартысында ақшаға қатысты жерлерде сақ болыңыз. Бұл уақытта абайсыздықта қателіктерге бой алдырып, көп шығындарға ұрынуыңыз ықтимал. Кейіннен бұрындары ойыңызда болған нәрселерді жүзеге асыруға мүмкіндік болады. Бұл орайда табандылық танытыңыз, себебі қалағаныңызға бірден қол жеткізу оңай бола бермейді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.